Ассалаумағалейкум. Танысып қояйық, есіміңіз кім? Алдияр. Алдияр. Біз сізбен Қарағандының вокзалына Майқұдыққа келіп тұрмыз, 12-ші микрорайонға, иә? Бұл орта есеппен 1000 теңгелік жер. Енді мен саған тегін келуге ұсыныс айтқым келіп тұр, иә? Яғни мен саған 3 сұрақ қоям. Қарағанды облысы бойынша 3 сұрақ, немесе қазақ эстрадасы деген 3 сұрақ бар. Қайсысын таңдайсың, қай тақырыпты? Есіміңіз кім сіздің? Айдана. Айдана. Қай тақырып оңай сіздерге? 3 сұраққа жауап берсеңіздер, жаңағы өзіміздің келіскен соманы төлейсіздер. Жауап бере алмай қалсаңыздар, егер үшеуіне де жауап берсеңіздер, тегін келдім деп есептеңіз. Қазақ эстрадасы. Қазақ эстрадасы ма? Ақылдамаңыздар, ақылдасыңыздар, ақылдасыңыздар. Қазақ эстрадасы. Сіз Қарағанды облысы. Тыңдайсыңдар ма қазақ эстрадасын? Мынау жалпы мынау қазір кім айтып отқан? Сұрақ емес жай. Мұнда не қазақ эстрадасын айтасыздар? Осындай, осы өлең кімдікі, сондай қоясыз? Мүмкін бір сұрақтар қою мүмкін. Мақпал Исабекова емес па? Мынау ма? Жоқ, Мархаба Сәби деген қыз. Жалпы Алдияр, сен өзің кім болып қызмет істейсің? Әскери қызмет. Әскери қызметкерсің, иә? Офицер? Офицер. Қайда оқыдың дедің? Қытайда. Қытайда. Қытайда сол военный салада оқыдың, иә? Жақсы. Ал онда қайсы сөйтіп, Қарағанды жоқ әлде? Қарағанды керек. Или давайте эстрада. Қазақ эстрадасы? Мынаны қоймаймыз уже. Жақсы. Онда қазақ эстрадасы бірінші сұрақ. Дайынсыз ғой? Сіз қыздың аты кім еді? Айдана. Айдана, дайынсыздар ғой, иә? Дайынбыз. Так, оңайынан қойын ба, қиыннан қойын ба? Өзіңіз біліңіз. Қазақ эстрадасы дегенде мен анау 90-шы жылдан бастауы мүмкін, қазіргі күнге дейін. Дайынсыздар ғой, иә? Палатка тойлардың шаңын қағып билеген кезінде хит болған семейный ансамбль. Хит болған? Иә, хит болған қазақтың тойы, ол ансамбльдің өлеңдерінсіз өтпеген. Хит ансамбль, семейный ансамбль. Яғни сондай ансамбль. Пәленбаевтар ансамблі дегенді. Хасанғалиевтер ма? Жоқ. Кешіріммен қарайын, Хасанғалиевтер емес. Хасанғалиевтер ондаймен айналысты ма жалпы? Енді отбасы деген. Любой... Кімдер ғой? Димаш Құдайбергеновтың атын алсалар. Жоқ. Дәрбаевтар отбасы деген. Дәрбаевтар. Бірінші сұрақтан құладыңыз, бірақ мен сізге жеңілдік жасайын. Қалған екеуін тапсаңыз 50%-ық жеңілдік. Жақсы ма? Жақсы. Олай болса, тағы да сол 90-шы жылдарға сүңгейік. 90-шы жылдары Қазақстанға дін жайлап келіп жатты да. Оғанға дейін дін деген бізде жабық тақырып болды. Тығылып оқыды намазды адамдар. Бір әнші қажыға барып келді да 90-шы жылдары. Сахнаға шығып, өлең айтқан тәрізді азан айтатын. Азан. Кәдімгі сахнада өлең айтқандай азан оқыған. Кім бұл? Қай әнші? 90-шы жылдар болғанда жоқпыз ғой біз. Що жалпы кейін? Қазір бері қарай келеміз сонда. Маған да ақша керек қой. Анау жақта тегін әкелгімді милосыңдар. Біліп жүріңіздер. Ақжол Мейірбеков деген әншіні білесіздер ма? Ақжол Мейірбеков. Айгедек деген өлең бар. Вот сол кісі азан шақырған. Кейін кешірім сұрады. Дұрыс білмеген, түсінбеген. Бірақ кәдімгідей азан шақыратын. Үшінші сұрақ қоюдың мәні бар ма, жоқ па? Для интереса. Современный лав дедіңіздер ғой? Түнгі бірде шошып оянатын эстрада әншісі, қазақ эстрадасы әншісі. Түнгі бірде шошып оянатын. Өлеңдерінде бар сондай сөз. Төреғали? Жоқ. Қайрат Нұртастың сондай бір өлеңі бар. Қайрат Нұртас deyіп айтайын дейді. Шошып ояндым түнгі бірде дейма бірдеге деген сөздері бар сондай. Құттықтаймын, сіздер жеңіліп қалдыңыздар Алдияр. Яғни ақшаны маған төлейсіздер Каспий Голдың. Айтайын ба? Айтсаңыз. 8. Осы Каспий Голдқа, құрметті достар, ақша аударып тұруларыңызға болады.
эстрада көбісі оңай деп ойлайды, мен қиын сұрақтар қоямын әдейі. А негізі жай Қарағанды тарихынан қоясың. Қарағанды тарихынан негізі Қарағандының көмірін бірінші тапқан кім? Айтпақ Байжанов. Міне көрдің, сен ұтады екенсің Қарағандыдан. Сондай сұрақтар қоямын ғой, мысалы үшін Қаныш Сәтпаевтың ескерткіші қай жерде тұр деген. Қаныш Сәтпаевтікі? Иә, Қарағандыда. Қаныш Сәтпаевтікі вокзалдың алдында емес пе? Дұрыс айтасың, дұрыс. Абайдың ескерткіші қай жерде тұр? Политехтің алдында. Жоқ, жоқ. политехның емес. Абайдікі. Болашақ пен Шалқыма кинотеатрының, Шалқыма концерт залының алдында тұр. Сондықтан да ақшамды аударыңыз. 8-701 55 78 250 сомасын өзің білесің, аударасың. Иә. Жақсы, рахмет. Алдияр, мен сенімен хабарласам жаңағы әскери қызметің жайлы.